Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен айраннан жасалатын өте дәмді және қолжетімді бағадағы пирог жасаймын. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстіне шекер саламыз. Және де екеуін жақсылап миксерлейтін боламыз. Қантымыз толық еріп, 2-3 есе үлкейгенше жақсылап миксерлейтін боламыз. Енді үстінен айранымызды құямыз. Айран құйып болған соң да жақсылап миксерлеп, үстінен ұнымызды және де қамыр қопсытқышымызды салып араластыратын боламыз. Рецептіні толық білу үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау шаңғысын басуды ұмытпаңыздар. Міне біздің қамырымыздың консистенциясы осындай болып шығады. 35-40 минут пісіріп алатын болды. Мінекей осылай әдемі болып көтеріледі, дәмді және де өте оңай пирог.